Сәлеметсіздер ме 7-ші сыныптың оқушылары, бүгін біз 3-ші тоқсан бойынша Қазақстан тарихы пәнінің тжб-сын талдайтын боламыз. Бұл тжб бізде 9 тапсырмадан тұрады. Орындалу ұзақтығы 40 минут, балл саны 25. Оқушылар осы тапсырмаларды орындап бастайық. Және бізде алғашқы 4 тапсырма тест түрінде. Оқушылар осы тапсырма өтпестен бұрын дәл қазір каналға жазылып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Осылайша сендер біздерге өз қолдауларын білдіретін боласыңдар. Ендеше бірінші тапсырмаға назар аударайық. 19 ғасырда Сыр өңіріндегі қазақтарға қысым көрсеткен мемлекеттерді көрсетіңіз. А варианты Иран мен Бұхар хандығы, В Қоқан мен Иран мемлекеті, С Ресей мен Иран мемлекеті, Д Ресей және Орта Азия хандықтары, Е Түрікмен және Қытай мемлекеті. Бұл сұрақтың жауабы болады Д варианты, Ресей және Орта Азия хандықтары екен оқушылар. Келесі екінші сұрақ. Жанқожа Нұрмұхамедұлы бастаған көтеріліс қамтыған аймақты анықтаңыз. А варианты Жетісуда, В Жайық маңында, С Маңғыстау аймағында, Д Нұра өзені бойында, Е Сыр бойында. Бұл сұрақтың жауабы Жанқожа Нұрмұхамедұлы бастаған көтеріліс Сыр бойында болған екен. Келесі үшінші сұрақ. 1856-57 жылдары Нұрмұхамедұлы басқарған көтерілістің тірегі болған қаланы белгілеңіз. А Жаңақала, В Жаңақорған, С Қазалы, Д Түркістан, Е Шолаққорған. Бұл сұрақтың жауабы А варианты Жаңақала екен. Келесі төртінші бізде сұрақ. Есет Көтібарұлының Ресей империясына қарсы көтеріліс барысындағы іс-қимылдарын анықтаңыз. А варианты әскери бекіністеріне өрт қоюы, В губернаторынан шағым хат жазу, С қазақтардың қару-жарақтарын тәркілеуі, Д салық төлеуден бас тартуы, Е сауда керуендері мен жазалаушы отрядтарына соққы беруі. Бұл сұрақтың жауабы болады соңғы Е варианты екен оқушылар. Сонымен алғашқы 4 тапсырмаға жауап бердік. Енді келесі бізде кесте мен жұмыс. Кестені толықтыруымыз керек. 5-ші тапсырмаға назар аударайық. 19 ғасырдың ортасындағы отаршылдыққа қарсы көтерілістің себептері мен нәтижесін сипаттаңыз дейді. Бұл көтерілістер жаңа айтып кеткен Нұрмұхамедұлының, Жанқожа Тіленшіұлының және Есет Көтібарұлының көтерілістері. Енді осылардың себебін анықтайық, нәтижесі қалай болды және осы көтерілістердің жалпы ортақ себептері не деген. Бірінші бізде көтеріліс Жанқожа Нұрмұхамедұлының көтерілісінің себептері. Біріншісі Ресей империясының бұл өлкені отарлау саясатының күшейе түсуі еді. Екінші, Хиуа хандығы жүргізіп отырған басқыншылық саясат болғандықтан осы себептер болып табылады. Енді келесі нәтижесін айтатын болсақ, бұл көтерілістің жазалаушы отряд көтерілісшілердің ауылдарын аяусыз тонады, малдың бәрін айдап әкетті, көтерілісшілер қатаң жазаланды, шекті руының бір бөлігі Хиуа хандығына жағына өтіп кеткен екен. Келесі көтеріліс Тіленшіұлының көтерілісі. Себептері патша үкіметінің Елек өзені бойындағы жерлерін тартып алып, жаңа елек шебін құруында екен. Нәтижесі көтерілісшілер қатаң жазаланды, патша үкіметі қазақтардың қоныстарын кең көлемде тартып алған екен. Қазақтар тағы да 4 миллионға жуық Изетина жерінен айырылды, жаңа шеп аймағы құрылды. Есет Көтібарұлы көтерілісі себебі патша үкіметінің отаршылдық саясаты халықты қанау болып табылады. Хиуа және Қоқан басқыншылық саясатын тоқтату болып табылады екен оқушылар. Осы екі себеп жалпы себептерінің бірі осылар екен. Енді келесі нәтижесі Есет Көтібарұлының көтерілісінің нәтижесі. Есет Көтібарұлы Ресей империясының билігін мойындады, патша үкіметі көтеріліс басшысы ретінде кешірім жасалған екен. Енді бұл осы көтерілістердің ортақ себебі Ресей үкіметінің қарапайым халқының құнарлы жерлерін, яғни елдің жерлерін күшпен тартып алуы және отаршылық езгінің күшеюі екен. Осындай ортақ себепті атасақ болады. Сонымен 5-ші тапсырма түсінікті болды деп ойлаймын. Енді келесі 6-шы тапсырма. Қазақ хандығының отарға айналуына әсер еткен факторларға талдау жасаңыз дейді. Саяси фактор мен әлеуметтік факторды атап өтуіміз керек. Ең бірінші саяси факторды айтатын болсақ, бірінші Тәуке ханның өлімінен кейінгі билік үшін талас. Екіншісі сыртқы жаулардың шапқыншылығы, әсіресе Жоңғар хандығының шабуылы. Үшінші Ресей империясының Қазақ хандығына Орта Азияға шығатын кілт пен қақпа ретінде қарауы болып табылады. Яғни осындай саяси факторлар айтсақ болады. Келесі әлеуметтік факторы. Бірінші жоңғар шапқыншылықтың әсерінен халықтың жағдайының нашарлауы, төмендеуі және екінші халық санының азаюы. Осындай әлеуметтік факторды атасақ болады.
Келесі бізде 7-ші тапсырма. Қазақстанның Ресей империясының отарына айналуына байланысты пайда болған ұғымдарға сипаттама беруіміз керек. Бұл жерде ұғымдар казак десятина, жарғы бекініс. Бірінші бізде казак ол 18 ғасырда 1917 жылға дейін Ресей империясында болған әскери әлеуметтік топ болып табылады. Десятина дегеніміз 1,09 гектарға тең жер көлемі. Жарғы дегеніміз ол заңмен және басқадай құқықтық актімен белгіленген басқару ережелер жинағы болып табылады. Ал бекініс деген әскери стратегиялық тұрғыдан маңызды, барлық қажетті азық-түлік, қару-жарақ, дәрі-дәрмек және әскермен қамтамасыз етілген қорған болып табылады. Яғни бір соғыс бола қалған жағдайда сол бекіністе барып керек нәрселерді сол жерден таба алады оқушылар. Осылай айтсақ болады. Келесі енді бізде 8-ші тапсырма. Бұл жерде зар заман ақындарының өз жырларында көтерген мәселелерді анықтаңыз дейді. Бұл жерде зар заман ақындары Дулат Бабатайұлы, Шортанбай Қанайұлы және Мұрат Мөңкеұлы. Енді бірінші біз Дулат Бабатайұлынан бастайық. Аягөз қайда барасың өлеңнен шығармасынан үзінді берілген. Яғни осы өлеңде Дулат Бабатайұлы не айтқысы келді, қандай мәселені көтергісі келді. Бұл өлең жолдарында Дулат Бабатайұлы ел мен жер мәселесін көтеріп отыр. Қазақтың бай, құнарлы жерлерін күшпен тартып алып жатты. Ал ақын соған көз жұма қарап отырған аға сұлтандар мен қазыларды сынаған екен. Келесі Шортанбай Қанайұлы мына заман қай заман өлеңнен үзінді оқып шығыңыздар. Және бұл үзіндідегі өлең жолдарындағы көзделген мәселе Шортанбай Қанайұлы орыс отаршылдығының торына түскен халықтың жай күйін баян етеді екен осы өлең жолдарында. Тар заманда қолдау көрсетудің орнына қара халықты орыстармен бірге тонаған кейбір бай, би, сұлтандардың істерін әшкерелеген екен оқушылар. Келесі бізде ақын Мұрат Мөңкеұлы үш қияның өлең шығармасынан үзінді берілген. Бұл үзіндідегі, яғни бұл шығармадағы көтерілген саяси жалпы мәселе Мұрат Мөңкеұлы орыс отаршылдары тартып алған Қазақстанның батысындағы Еділ, Жайық, Ойыл жерлері жайлы айтады, қонысынан айырылғанына күрсініс білдіреді екен оқушылар. 8-ші тапсырма түсінікті болды деп ойлаймын. Енді келесі бізде 9-ші тапсырма, яғни 9-ші соңғы тапсырма. Қазақ зиялыларының қалыптасуының маңыздылығын жазыңыз дейді. Бұл жерде біз 5 маңыздылықты атап өтуіміз керек. Ендеше бірінші маңыздылықтан бастасақ, қазақ халқының мүдделері мен құқықтарын қорғайтын әлеуметтік топ қазақ зиялылары. Қазақ зиялыларының қалыптасуы халықтың жағдайына жанашыр жандардың пайда болуымен теңестірілді. Екінші, қазақ халқының ұлттық болмысы мен мәдени өзіндік санасының қалыптасуы мен дамуына зор үлес қосты. Үшінші, қазақ қоғамында жаңа идеялардың, ой-пікірлер мен көзқарастардың қалыптасуын анықтауына әкеп соқтырды. Төртінші, қазақ тарихын, мәдениетін, әдебиетін, тілін зерттеп, сақтаумен айналысты. Олар ұлттық оқу-ағарту және мәдениет ұйымдарын құрды. Қазақ тілінде газет-журналдар шығарған екен. Келесі 5-ші, қазақ зиялылары ұлттық мәдениет пен тілдің таралуына, сондай-ақ қазақ халқының саяси құқықтары мен әлеуметтік даму жолында күреске үлес қосты. Олар мәдени және тарихи дәстүрлерді жеткізу мен сақтауда маңызды қызметтер атқарған екен. Осындай қазақ зиялыларының қалыптасуының маңыздылығына 5 себеп мысал жазсақ болады оқушылар. Сонымен біз оқушылар 7-ші сыныптың Қазақстан тарихы бойынша 390 ТЖБ-ның барлық тапсырмаларын сіздермен бірге талдап түсіндірдік. Осы жұмысымызды, еңбегімізді бағалап кетіңіздер. Өздерің сыныптастарыңа, достарыңа осындай озат бұл канал бар деп әрдайым айтып жүріңдер. Сендерге осы ТЖБ-ға сәттілік тілеймін. Ендеше оқушылар келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар.